Армысыздар, құрметті көрермен. Бүгін біз ерекше жоба туралы сөз қозғамақпыз. Қазақстан барысы жобасы жұртшылыққа таныстырылғалы 10 жылдан астам уақыт өтті. Нақты 10 жыл деп айтуға да болар еді, бірақ өткен жыл тіршілігімізге араласқан бүкіл әлемдік пандемия кейбір жоспарларды кері шегіндіруге мәжбүр болды. Сондықтан да біз Қазақстан барысы әлеуметтік жобасының мерейтойлы санын, мерейтойлы жарысын биыл ұйымдастыруға тәуекел етіп отырмыз. Осы 10 жыл ішінде бұл жобадан бесіктегі баладан еңкейген қартқа дейін хабардар болған тамаша бастама көтерілді. Бұл жерде әлеуметтік лифт ретінде бала шағынан бастап азамат болған күніне шейін талай спортшы өзінің спорттағы жақсы ғұмырын қалыптастырып демізге болады. Бүгін біз осы сұхбат аясында әр жылдары Қазақстан барысы атағын жеңіп алған спортшылармен жеке-жеке сұхбат ұйымдастырып, олардың осы жоба туралы жақсы пікірін білуге ұмтыламыз. Ендеше қош келдіңіздер. Құрметті көрермен, бүгінгі қонағымыз Қазақстан барысы жобасының 2014 жылғы жеңімпазы, Қазақстанның 10 дүркін чемпионы, әлем чемпионы, Азия чемпионы, яғни Қазақстан жалпы осы қазақ күресіне қатысты қандай үлкен жарыстар бар, соның бәрінде маңдай жарқырап озып шыққан балуанымыз Мұхит Шыңғысұлы Тұрсынов келіп отыр. Мұхит, қош келдің. Қош келдік. Мұхит, жалпы осы Қазақстан барысына өзіміздің білуімізше сен 10 жобаның 8-іне қатыстың. Жалпы Қазақстан барысы өзіңе не берді? Өміріңді қалай өзгертті? Енді біріншіден Қазақстан барысы өмірімді күрделі өзгертті деп айтуға болады. Қазақ еліне өте танымал палуандардың бірі болып есептелдім. Айта кететін болсақ, мына Қазақстан барысы жоба біздің ұлттық күресімізді мына олимпиада түрлері, спорт түрлерімен бір деңгейге қойды деп айтуға болады. Өйткені солар сияқты біз де танымал болдық. Бізді жас балалар, жас буынды балалар тани бастады, біздің артымыздан еліктеп ери бастады. Олар да біз сияқты біз жеткен жетістікке ұмтылды деп айтуға болады. Енді 2011 жылдан бастап осы жоба болғаннан күресіп келе жатырмыз. Бәрекелді. Ал енді өзің жалпы алғаш спортты бастаған кезде бірден қазақ күресіне тәуекел еттің бе, жоқ басқа да күрес түрімен айналысып көрдің бе? Ең бірінші спортты бастағанда әкем мені дзюдо залына келді. Сол дзюдо самбо күресімен, қазақ күресімен бала кезімнен бірге күресіп жүрдім. Өйткені әкем өзі қазақ күресінен бапкер, Қазақстан еңбек сіңірген жаттықтырушысы. Енді сол әкем бала кезімнен осы мені қазақ күресіне бейімдеп айтуға болады. Өйткені жас өспірімдер арасынан бірге күресіп жүрдім. Одан кейін оқу бітіргеннен кейін студенттік кезде таңдау керек болды. Дзюдомен күресесің ба, самбомен, мен тәуекел еттім, қазақ күресімен күресіп. Ал ол кезде мына Қазақстан барысының атағы шығып жатты ма, жоқ? Жоқ, ол кезде әлі шығып жатқан, ол кезде біздің Қазақстан ішінде ғана деңгейде ғана күресіп болатын. Ол кезде мен оқуға 2006 жылы мектеп бітіріп оқуға түстім, 2010-да бітірдім. Енді Қазақстан барысы жоба ол 2011-ден ғана басталды. Сол 2011 жылы алғаш қатысып көрдің жігіттер, мысалы Ұлан Рысқұл алғаш Қазақстан барысы атанды, одан кейін Бейбіт Ыстыбаев жеңіп алып жатты. Өзіңнің көкейіңде бір сондай үміт болды ма, қалайда мен осы Қазақстан барысы атанамын деген? Енді шын айтса керек, ол кезде ең бірінші жобада ол кезде 74-тен жоғары палуандар күресетін. Ол кезде мен салмағым 80-ақ болатын. Ол кезде енді мен толысқан кезің емес қой. Иә, енді ол кезде мен 23 жаста болатынмын, ең бірінші рет күрескенде. Түйе палуандарда енді күресіп жүрген шағым болатын. Енді сол кезде енді сол палуандарға қарап, енді әрине жеңгім келді. Ең бірінші мақсатым бір үздік үштіктің қатарында болсам деген мақсат болды. Сатылып өскің келді осы. Иә. Енді сөйтіп бастадық. 2011-де мен үздік 8-дікке кірдім. Ол кезде мен ширек финалға күресте өзіміздің ағамыз Шалқар Жолманов қосылдым. 2011-де күрескен жоқпын. 2013-те Бейбіт Ыстыбаев қосылып қалдым. Келесі жылда сәті түсіп, қайтадан екінші белдесуде 2014-те екеуміз қайтадан кездестік. Сол кезде есемді қайтардым деп айтуға болады. 2014-те. Енді сол жылы бұйырып, 2014 жылы Қазақстан барысы болды. Енді сол кезде тікелей жарыстың басқасында жүрдік. Жалпы жартылай финал болсын саған аса ауыр соқты. Мысалы финалда да, жартылай финалда да қарсыластарыңды қоян-қолтық белдесу арқылы жеңдің, е? Жалпы жеңістің дәл сатысында тұрып жеңіліп қаламау дейтін қорқыныш болған жоқ па сол кезде? Енді қорқыныш болды, күрес болғаннан кейін енді бәрі болады. Өйткені өзім тәуекелге бардым. Русланмен оған дейін талай белдесуде күрес жүретінбіз.
Енді ол кезде Руслан дзюдо күресінде көп жүретін. Енді мен ол кезде қазақ күресінің палуаны болып есептелдім. Сол кезде мен енді сондай өзім тәуекелге барып, ол белдесуден маған қарағанда қалай айтсам, айлатасында алда кететіме сенімді болдым оған қарағанда. Енді сол айлатасы тәуекелге барып, сол тәуекелдің арқасында жеңіске жеттім деп ойлаймын. Өйткені оның салмағы ауыр болды. Енді бірақ жағынан не болды, одан кейін сол күресті сол белдесуге апардым деп айтуға болады. Бәрекелді. Саналы түрде. Иә, саналы түрде. Бәрекелді. Ал енді келесі жылында атақты қорғау мүмкін болмады. Жалпы чемпион атану оңай, оны қорғау қиын деген шынында да рас заңдылық деген қалай? Иә, өте қиын. Өйткені мына Қазақстан барысы жоба енді мына 32 палуан, 33 палуан күрес жүрді ол кездерде. Міне әр қай палуан жеңіске жетуге лайық палуандар. Өйткені мен өзім ойлаймын, міне бүгін Қазақстан барысын өткізіп, ертеңінде жеребе күтіп қайтадан күрестірсе, басқа палуан жеңіске жетіп кетуі мүмкін. Өйткені болжап біле алмаймыз ғой. Иә, болжап біле алмаймыз. Өйткені бәрі мықты, бәрі жақсы деңгейде келеді. Кімнің бабы мен баға сәйкес келеді, сол палуан жеңіске жетеді. Жалпы осы өзің қатысып келе жатқан 10 жылдан бері қарай сол балуандардың деңгейі өсті ме? Әрине, қазір ең бірінші жобаларда қарап отырсаңыз, ол кезде 74-82 палуандар көп болатын. Қазір қарап отырсаңыз, жас буын балаларымыз өсіп келе жатыр. Қазір міне сол палуандардың салмақтары көбі 130, 140. Қазір міне Еламан Ерғалиев бауырымыз міне 140-тың үстінде палуан, міне жас буын 95-ші жылғы, Ерасыл Қажыбаев 94-ші жылғы міне. Сосын Ғалымжан Қырықбай деген міне қазір Жамбыл облысынан күресіп жатыр. Ол міне 96-ші жылғы палуандар, салмақтары 130-140. Міне биыл әскер барысы болған Оразбаев Әділ дейтін бауырымыз биыл былтыр Қазақстан чемпионы болды дзюдо күресінде, міне биыл бірінші рет бақ сынайын деп жатыр. Оның да салмағы 140-тың алдын асады. 95-ші жылғы палуандар міне жас буынды балалар. Буыны қатайып, күші өсіп, міне қазіргі міне артымыздан із басып келе жатқан бауырлар. Енді ертең болашағымыз, еліміздің мақтанышы сол балуандар. Өйткені олар қазір міне осы балуандарды айтып өткен балуандар бәрі дзюдо күресімен күреседі, ел намысын қорғайды. Әлем чемпионаттарында міне Олимпиада ойындарына дайындалып жатыр. Енді соларда енді болашақта солардың біреуі бір биік тұғырдан көреміз деп ойлаймын. Және қазақ күресі оларға бір алғышарт болатын секілді. Иә. Ал енді 3 жылдан бері өзің Қызылжардан атынан түсіп жүрсің, енді шығыстың тумасы екенін білеміз. Осы тұрғыдан да бір біздің көрермендеріңе түсіндіріп өтсең. Жалпы ол аймақты қалай таңдадың? Ол аймақта бізде мен кезінде Семей медицина университетінде жұмыс істедім. Бізде сол кезде спорт клуб болды. Спорт клубтың басшысы мен өзім қазір жеке бапкерім Ербол Мырзабасынов ағамыз. Біз сол кезде спорт клубымыз 18-ші жылы жабылып, бізге ұсыныс түсті. Солтүстік Қазақстанға жаңағы ағамыз айтып, сол жаққа барсақ, сол жақта біздің ұлттық күресімізді көтерсек, бізге сол жақ ұсыныс түсіп жатыр деп. Бір қолдан бәріміз сол ұжым болып істеп жүрген, сол ұжыммен сол жаққа ауыстық. Қазір енді Аллаға шүкір, ол жақта да енді біраз нәтиже көрсеттік деп айтуға болады. Сол барған жылы біз жылдың басында бардық, жылдың аяғында Қазақстан чемпионаты өтті. Сол кезде біз сол солтүстік палуандарынан 2 Қазақстан спорт шеберін шығардық. Ол жаңағы Аусағитов Алтынбек, Жұмаев, Рустам деген палуандар. 2 палуан да Қазақстан барысына қатысты ғой. 2 палуан да Қазақстан барысына қатысты. Енді оларда Қазақстан біріншіліктерінде орын болмаған оларда. Сол кезде олар жаңағы Қазақстан біріншіліктерінде 3-ші орын алып, Қазақстан спорт шебері деген атақталды. Тамаша. Демек, сендердің топ болып, команда болып баруларың жергілікті қазақ күресінің дамуына бір үлкен серпін берді деп айтуға болады? Иә, үлкен серпін берді. Енді әрине ол айта кететін болсақ, сол солтүстік Қазақстан әкімдігінің қолдауының арқасында, спорт басқармасының қолдауының арқасында, сол жақтың ақсақалдарының қолдауының арқасында, сол қолдауының арқасында осындай жетістіктерге жеттік деп айтуға болады. Одан кейін Қазақстан кубогында біз 19-ші жылы үздік үштік қатарында болдық. 19-ші жылы жаңағы конфедерация кубогы дейтін бар, соны жеңдік. Тамаша. Енді біраз нәтижелер бар. Ал енді мұхит, мысалы, Қазақстан барысын бір жеңіп алған адам тағы да жеңгісі келіп тұра ма, қалай? Енді әрине жеңгісі келеді ғой. Енді мен өзім айта кететін болсам, мақсат енді міне солтүстік Қазақстан облысы ауысқелі, енді міне 3-ші рет биыл қорғайын деп жатырмын. Енді ең бірінші мақсат 3 белбеудің біреуін апарсам деген. Сол аймаққа апарғың келеді. Сол аймаққа апарғым келеді. Ол қола болсын, күміс болсын, алтын болсын, енді сол үшеуін үздік үштіктің қатарында болсам деген үмітім бар. Жергілікті жанкүйерлер сондай сенім артып отыр ма? Иә, сондай сенім артып отыр. Енді сол өнерге ауысқаннан кейін енді солардың сенімін ақтауға тырысуға. Ал енді
одан бөлек Еуразия барысы бар, әлем барысы бар, тіпті мынау белдесуден халық барысы бар. Осындай жобалардан да өзіңді көре аламыз ба? Енді халық барысында енді оны айта алмадым, өйткені халық барысын оның ережесі басқа, күресі басқа. Енді менің күресіме сәйкес келмейді. Ондан енді мені көре алмайтын шығарсыздар. Енді Евразия барысында 3 рет күрескем, енді жеңімпазы болдық. Әлем барысында әлі бірде-бір рет күрескен жоқпын. Енді мүмкіндік тумай жатыр ма сонда? Мүмкіндік тумағанда енді 1-2 рет қалай айтсам болады. 2017 жылы бізде жаңағы іріктеу болған. 2017 жылы Қазақстан түйе палуандары жарысын өткізді. Бізде Шығыс Қазақстан облысында Бесқарағай ауданында сол кезде түйе палуан атанғам. Сол кезде енді мен қатысу керек болатын 2010 жылы. Белгілі себептермен мені күрестірмей қалды. Күреске жібермеді. Содан бері әлі күрескен жоқпын. Енді біраз ішімде қалай айтсам ренішім бар деп айтуға болады. Өйткені бірінші номер болып тұрып, күрес алмағаннан кейін, бабында болып тұрған кезде енді күрес алмай қалдым. Енді оған енді іштей біраз ренжисің. Енді ол спорт болғаннан кейін ол бәрі болады. Бәрекелді. Ал енді жалпы қазақ күресі әзірше олимпиадалық санатқа кірмейді. Дегенмен, өзің осы спортта ғұмырыңа үңілсең, өкінбейтіндей жағдайдасың ғой? Өкінбейтіндей жағдайдамын. Енді бір көріп кетсем деп ойлаймын. Қазір біздің ұлттық күресіміз Азия ойындары бар ғой, 4 жылда бір болатын. Соған кірсе деген бір үмітім бар. Бәрекелді. Неше жасқа шейін осы қазақ күресінде жүргің келеді? Өзің жалпы меже қойдың ба? Енді қалай айтсам болады, спортта айтады ғой. Бір орыстар айтады, ағайыннан сұрайды, қашан спортты қояйын дегенде, алаңдама жастар айтады дейді ғой енді. Сол кезде енді қашан енді шамам өзім байқаймын, қай кезде жастарға шамам жетпейді, сол кезде қоям деп ойлаймын. Қазірше шама бар ғой? Шама бар. Алла разы болсын. Көп рахмет. Құрметті көрермен, сіздер 2014 жылғы Қазақстан барысы жобасының жеңімпазы, әлем чемпионы, Азия чемпионы, Еуразия барысының жеңімпазы Мұхит Тұрсыновтың тамаша сөзін, тамаша тілегін тыңдадыңыздар. Ендеше Мұхитқа да спортта ғұмырында да өмірде үлкен жеңістер тілей отырып бүгінгі сұхбатымызды аяқтаймыз. Көп рахмет.